Түріктің сериалын көріп, қалай кеш болғанын байқамай қалып, отағасының Қарным ашты. Қашан тамақ ішеміз? деген сөзін естіп, ас бөлмесіне барып, қатты шаршап кешкі тамақ жасауға дым желанием болмай тұрғанда 5-6 картопты төртке бөліп, үстіне тауықтың 4-5 сирағын бөліп салып жібереміз. Bir дана сасық пиязды көзіміздің сорасын ағызып тұрып, турап саламыз. Маги деген атаңа рахметтің приправасын қосып араластырамыз. Сол магиден шыққан шытырлақ пакетке дайындап қойған салмамызды түгін қалдырмай салып, аузын мықтап байлаймыз. Тоқ пешке салып, 180 градуста 50 минут пісіріп аламыз. Тарелкеге салып, үстіне туралған пияз қосамыз. Осыменен еш қиындықсыз аяқ астынан кешкі асты оңай әзірлей саламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Айтпақшы, арнаға тіркеліп, бөлісіп, коммент қалдырып, видеоға лайк басып қолдау көрсетіп қойыңыздар. Ас болсын.